Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. Мен математика Нұрғамалбекұлы, Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімімін. Мен сіздерге мынандай бір есептермен бөліскім келіп отыр. Қараңыздар, бізде ABC-ді шаршы берілген, оның қабырғасы 6-ға тең, және осы жазықтың бетінен DAN тең 30 градус болатын, DCN бұрышы 15 градус болатын, қандай да бір n нүктесі алынған. N нүктесі алынған. N нүктесі. Осы N нүктесі арқылы қарастырылған AN-ді үшбұрышының ауданын табу керек. Ал үшбұрышының ауданын біз мына формуламен бірден қарастырасыздар. Екі қабырғасының арасындағы бұрыш бойынша S ADN тең 2/1 AD көбейтілген AN және есептің шарты бойынша DAN бізде 30 градус болғандықтан көбейтілген синус 30 градус. Көбейтілген синус 30 градус. Яғни орнына қандай қойсалар 2/1 көбейтілген 6 көбейтілген синус 30 градуста болды 2/1 кеткен көбейтілген AN. Бізде AN ғана белгісіз болып тұр. Сонда 2/3 AN болып тұр. Ауданымыз осыған тең болады. Ол үшін бізде AN керек. Ал енді AN-ді қаяқтан қарастыруға болады. Ол AN-ді біз қарастыру үшін біз мына үшбұрышты қарастыра салайық. Мына үшбұрышты ACN үшбұрыш бойынша үшбұрыш ACN бойынша қарастырайық. Бізде ACN бойынша синустар теоремасы бойынша AC-ның синус n-ге қатынасы бұрыш n тең AN-ның синус бұрыш с-ға қатынасы. Осыдан AN-ді көрді деп қойып. AN тең бөлшек алуында AC көбейтілген синус с бұрыш бөлінген синус бұрыш n. Осы формуланы қарастырамыз. Бізде AN-ді мына формула арқылы табамыз. ADN ауданды мына формуламен қарастырамыз. Ал енді бірақ енді осы жерде бір түсініксізде бір жағдай бар. Бізде n нүктесі қай жерде нақты қай жерде жатуы мүмкін, қанша жағдай болуы мүмкін. N нүктесі мына жерде жатуы мүмкін, или болмаса мына жақта жатуы мүмкін, болмаса мына жақта жатуы мүмкін, болмаса мына жақта. Төрт түрлі жағдай бар. Осы төрт түрлі жағдайды қарастыруымыз керек. Біз бірінші мынаған қарайық. N нүктесі ABC-ның шаршының ішінде жатыр. Ал енді қарасақ, бізде жаңағы формулаларды әкеліп қойып қойып AN жаңа аудан формуласы. Бізде ол үшін бізде n бұрышын анықтап алуымыз керек. Бізде есеп шарт бойынша 30 градус, 15 градус. Біз мына нені қарастырайық? Диагоналды қарастырайық. Диагональ қабырғасы А болғандықтан бізде диагональ А табырасы 2, яғни 6 табырасы 2. Енді осы жерде бізде мына 30 градус, мына 15 градус болды. Себебі бұл диагональ шаршының өсіне бұрышын қақ бөледі. 45 градус. Мына 15 градус, мына 30 градус. Себебі екеуін қосыңыз 45 градус болады. Міне екеуін табылды. Ал енді бізде n бұрышын табуымыз керек. Бұрыш n-ді бөлгеге салып қояйық. Бұрыш n тең осы AC n үшбұрыш бойынша. Үшбұрыш ACN бойынша бұрыш n-ді қарастырайық. Мына 15 градус, мына 30 градус. Мына жер қанша болады? N бұрышы 180-нен 45 алып тастаймыз. 135 градус болады. 135 градус. Яғни мына жер 135 градус. 135 градус. Енді ана формулаға апарып қоя саламыз. Тең
асы бізде есептің шарты бойынша 6 туғрасы 2, оған қорытындымыз бойынша 6 туғрасы 2 көбейтілген синус с бұрышының синусы. С бұрышы бізде 30 градус. Синус 30 градустағы мәні 2-ден 1. Ал синус синус n бұрышының синусы, яғни 135 градустың синусы, ол синус 45-ден 1-дей, яғни туғрасы 2 бөлінген 2. Енді жинақтайтын болсақ, мына 2 мен 2 қысқарады, туғрасы 2 мен туғрасы 2 қысқарады, қалай шейін 6-ға. Ай 6-ға тең. Енді ана формулаға қоя саламыз. Тең аудан тең 2-ден 3 көбейтілген 6. Сонда 18 2-ге бөлеміз 9. Сонда бізде бірінші жағдайда ауданымыз мына үшбұрыштың ауданы А деген үшбұрыштың ауданы 9-ға тең болды. Енді екінші жағдайға бөлейік. Бізде n бұрышы мына сызығының оң жағына қарай шығып кеткен болсын. Бізде тағы мына 30 градус, 15 градус, мына 45 градус, мына 15 градус мына сырт жағына шығып кетті. Сонда мына бұрыш бізде 60 градус. Сонда n бұрышын мен тағы бастап қоя салайын. Бұрыш n тең 180 градусты алып бастаймыз. 15 пен 40 мына жақ бізде 60, оған 15 қосамыз 75-те. 75 градусты. Сонда болады ол 105 градус. 105 градус. Енді бізде n бұрышы бар, неге орындығына қояйық. Асы бізде 6 туғрасы 2. Синус с бұрышы. С бұрышы бізде 60 градус. 45 мен 15 қосыңыз. Синус 60 градуста 2-ден туғрасы 3. Астында синус бізде мына жердегі бұрышымыз қазір біз таптық 105 градус болды. 105 градус. Міне мына болды. Енді синус 105 градустағы мәнін қосу формуласы бойынша қарастыратын болса, ол синус 60 пенен 45-тің қосындысы деп қарастырылады. Содан ол кезде ол туғрасы 2 көбейтілген жақшасы туғрасы 3 азайтып қосылған 1 бөлімінде 4. Мына формуламен табылады. Синус 105 градус. Ал енді осы жерде жинақтайтын болсақ, туғрасы 2 мен туғрасы 2 қысқарады. 6 мен 2 қысқарады 3 қалады. Сонда 3 көбейтілген мына 4-іміз үстіне шығады. Көбейтілген мына туғрасы 3-іміз бар. Бөлеміз туғрасы 3 қосылған 1-ге. Енді бізде немен келтіретін болсақ, бөлімге иррационалдан құтылатын болсақ, үстінде 12 туғрасы 3 көбейтілген, астында үстінде туғрасы 3 емес 1-ге көбейтілген, бөлшектің алдында бөлімінде туғрасы 3 азайтылған 1. Бөлімінде туғрасы 3 қосылған 1, туғрасы 3 азайтылған 1 екеуін көбейткен кезде әшейін 2 болады. Сонда біз жинақтап келетін болсақ, 6 туғрасы 3, 6 туғрасы 3, шашын туғрасы 3 минус 1 болды. Айын табылды. Енді негізге қоя салайық. Тең 2-ден 3 көбейтілген бізде 6 туғрасы 3, шашын туғрасы 3 азайтылған 1. Жинақтайтын болсақ, бізде 9 туғрасы 3 азайтылған 9 жақшан ішінде 9 туғрасы 3 9 туғрасы 3 жақшан ішінде туғрасы 3 минус 1. Яғни жинақтасақ 27 азайтылған 9 туғрасы 3. Бұл екінші жағдай. Ал мына n бұрышы, n төбесі, үшбұрыштың n төбесі мына жаққа орналасқан жағдайда қандай болады? Ол кезде мына бұрышымыз бізде 45-ның сырт жағында 15, мына 45-ның жағында 30, асы n үшбұрыш бойынша n бұрышы, бұрыш n қарастырып қойсақ, бұрыш n тең 180-нен 180 градустан алып бастаймыз.
75 пен 60-ның қосындысы. Міне 75 мына 60. Яғни 75 пен 60-ның қосындысы 135 градус, яғни 45 градус болады. Ең бірінші бізде қазір бұл жағдайда 45 градус. Ал енді мынаны егер қоятын болсақ, орнына қоятын болсақ, асы 6, түбір асты 2, көбейтілген синус С бұрышының синусы ол 60 градус. Түбір асты 3 бөлінген 2 бөлінген синус n, яғни 45 градустың синусы. Түбір асты 2 бөлінген 2. Жинақтайтын болсақ, түбір асты 2 кетеді. 2 кетеді, қалады 6, түбір асты 3. Айын табылды. Енді мына жерге қоя саламыз. 2-ден 3 көбейтілген 6, түбір асты 3. Сонда 3 пен 6 көбейтіп 18, 2-ге бөлеміз. 9, түбір астында 3 кетеді. АДН үшбұрышы бізде АДН үшбұрышы, мына жер бізде 9, түбір асты 3 кетеді. Енді төртінші жағдайда болуы мүмкін. N бұрышы мына жақта орналасуы мүмкін. Ал енді қарайық. Тағы да бүйтіп қарасақ, N бұрышының асы N үшбұрышы бойынша неге жазылады? Үшбұрыш асы N бойынша мына жақ 75, мынау 30 бұрыш N тең 180-нен 180 градустан алып тастаймыз. 75 пен 30-ның қосындысы 105-тің қосындысы 105-ті. Яғни ол тең 180-нен 105 алсақ, ол 75 градус. АСН бұрыш 75 градус. Яғни мына жер бізде 75 градус. Енді бізде мына қатынасына барып қоя салатын болсақ, асы бізде 6 түбір асты 2 көбейтілген синус С бұрышының синусы С бұрышы бізде 30 градус. Синус 30 градустағы мәні 2-ден 1. Ал не бұрышы? Синус n бұрышы бізде 75 градус. Синус 75 градустағы мәні синус 105 градустағы мәнмен тең. Синус 105 градустағы ғана қарағанбыз. Түбір асты 2 көбейтілген жатқан ішінде түбір асты 3 қосылған 1 бөлімінде 4. Енді мынаны түбір асты 2 кетеді. 6 мен 2 де 3 қалып, сонда бізде болайын деп тұр. Айын бізде 12 бөлімінде түбір асты 3 қосылған 1. Ал мұнда бөлімінде иррационалдан құтылатын болсақ, 12 жатқан ішінде түбір асты 3 минус 1 бөлімінде түбір асты 3 плюс 1-ге түбір асты 3 минус 1-ді көбейтсек, әшейін 2 шығар. Сонда бұл тең болайын деп тұр. 12 мен 2 қысқарады. 6 жатқан ішінде түбір асты 3 алайынған 1 кетеді. Айын табылды. Енді мына ауданға көшейік. 2-ден 3 көбейтілген 6 жатқан ішінде түбір асты 3 азайтылған 1. Сонда 6 мен 2 қысқарады. 3 қалады, 3-3-ге көбейтеміз. 9 жатқан сырасы көбейтілген 9 түбір асты 3 азайтылған 9. Мұны төртінші жағдай. Аудан бізде АСН үшбұрышының ауданы, АДН үшбұрышының ауданы мына жер. Мұны төрт түрлі жағдай бар. Яғни көрейік. Мұны төрт түрлі жағдай. Бірінші жағдай 9, екінші жағдай 27 минус 9 түбір асты 3, үшінші жағдай 9 түбір асты 3, төртінші жағдай 9 түбір асты 3 азайтылған 9. Мұны бір есептің төрт түрлі жауабы бар екен. N нүктесінің орналасуына байланысты. Рахмет.